оқиғасы бұл осы өңірде болған бір елеулі тарихта аты қалған, аңызға айналған оқиға. Бұл сол 18 шамамен сол 18 ғасырдың соңғы ширегінде болған оқиға. Яғни бұл тарихта болған оқиға, бұл оқиға. Аңыз емес, ешқандай ойдан шығарылған емес. Тарихта болған кейіпкерлер бұлар. Себебі мына Кеңгірбаев бидің осы еңлік кебек оқиғасына қатыстылығы және екі ғашықтың сол кезеңдегі салт дәстүрді аттауы, әдет ғұрыпты аттауы, сол кезеңдегі дала заңына қайшы келуі, бұлардың мысалға бір-біріне қосылуға деген ұмтылысы сол дала заңдарына қайшы келген болу керек. Бұл енді сол кезеңдегі дала заңының қаталдығын, қазақ қоғамының бет бейнесін көрсетеді, саяси жағынан әлеуметтік келбетін көрсетеді. Қазақ қоғамында қанша айтқанменен қаталдық болды. Міне соның құрбандары еңлік кебек қосылмай кеткен, яғни өмірлері, тағдырлары өте қысқа болған жұптар, яғни ғашықтар ретінде оларда тарихта қалған. Міне кейінгі оқыған ел Абай заманы, Абайдан кейінгі заман бұған басқаша көзқараспен қарап, яғни жырлар, дастандар арнады. Абайдың өзі шәкірттеріне тапсырма берген осы еңлік кебек жырын жыр қылып, оқиғаны жыр қылып арнауға. Міне енді осы кезең қазіргі заманда осы өңірдегі, Семей өңіріндегі бір киелі жерлер тарихтан бір тәбәрік алатын мекен ретінде біздер қастер тұтамыз. Мен енді